Марсель, 20-25 секунд. Еркебұлан мен Марсельдің противостояниясы бізге жыр болды. Қазекеңдерден қарағанда қырғыз бауырлар осы бойда қатты күтіп жүрген сияқты. Себебі әр опрос сайын бұл бойда кім жеңеді десем, Марсельді қолдап кетіп жатыр бәрі. 10 шақты опрос жасадым, біреуінде Еркебұлан ұтқан жоқ. Айқын басымдықпен бәрі Марсельге дауыстарын беріп жатыр. Марсель Еркебұланды бірінші раундта ұйықтатамын деп жатса, ал Еркебұлан Марсельді 20-25 секунд деп айтып жатыр. Ал енді сіздер қалай ойлайсыздар? Соңғы опрос. Бұл жекпе-жекте кім жеңеді? Бұл жерде қазақ-қырғыз деп бөлінбейік. Бұл жерде чисто спортивный интерес. Кім күшті, сол жеңсін. Менің ойымша, білесіздер ме кімге дауыс беретінін? Менің ойымша Еркебұлан жеңеді. Комментарий жазыңыздар, лайк басып, подписаться басып ұмытпаңыз. Дәл қазір мен жағдайым бар ғой. Бойға қарап тұрған жоқ та. Мен бойдың гонорарын алсам да, алмасам да өмірім өзгермейді. Шынына келгенде жұмысым жүріп тұр, Аллаға шүкір. Мен дәл қазір Мальдива ұшып өтсем болады. Қойшы бойымды. Чипсы же, бургер же жатсам болады да. Неге ондай болса сен Еркебұлан? Неге партеріңді алғансың, гелигің бар, джибің бар, бэмің бар. Жағдайың жасап алған болсаң, неге қазір жүгіріп барасың қазір? Неге салмақ қуатсың? 83 килограмм мен 75 болдым. 8 килограмм аздым, енді тағы 5 килограмм алdım. Енді 52 минут болды жүгіріп баратқанда. Күнде 2 тренировка, кешке пробежка. Нанды армандап жатырмын. Простой, обычный нан бар ғой, нан. Просто соны жегім келіп жатыр, бірақ болмайды. Не үшін ол бәрі? Мен мына нәрсемен шектелмеймін да. Бұл маған жеткіліксіз. Мен ашпын. Мен неге ашпын? Өйткені мен Майамида адамдардың қалай өмір сүретінін көріп келдім да. Океан жағында, паркингда яхта тұрады, үйі тұрады, бала шағасы бәрі, қызық. Өмір сүріп жатыр, мына жағында машиналар тұрады. Үйі бар да ана адам. Ондай үй менде жоқ. Менде болу керек. Мынау бой, бұл тепшек қой, лестница. Лестницаның келесі. Бір басымы ғой. Соған қарай, мен арманыма қарай. Никакой Марсельді мен тоқтатамайды да, ол арманға шық. Никакой вообще. Мен салмақ қуып жатырмын, Марсель үшін емес, лига үшін. Лигаға 70 килограмм қалай келісті, Еркебұлан молодец, профессионал. Ровно 70 болып кепті. Келді, орды құлатты, кетті. Сол үшін ары қарай менде мировой, грандиозный бойлар бар, мен білем. Иншалла соларға жету үшін міне каждый шаг соған алып барам. Но каждый шаг, каждый теп мен соған жетуім керек. Қаншама адам бар командамда, артынан келеді. Солардың бәрін көтеруім керек. Үйленуім керек, мен айыңды жаңағыдай виллаға алып кіруім керек. Міне мен осылай дайындап қойғам саған. Ол осы жерде бала туасын, бала шағалы боламыз, бақытты өмір сүреміз. Сол. Одан кейін соған жетіп алсам, одан да үлкен целдер пайда болады өмірімде. Так что қиынды ештеңе жоқ. Бәрі қиындықпен достар. 20 наурыз күтемін. Онлайн болса онлайн келсеңдер, келіңдер. 20 секунд үшін келесіңдер. 20-25 секунд достар. Мынау тисе болды. Марсель, мынадан қорқ. Мынау тисе үйге қайтасың болды. 6 миллион менде жоқ қой. Дәл қазір. Адамдар қызық, 6 миллион берші, мен тыныш өмір сүрейін. Маған берші, мен де тыныш өмір сүрейін. Салмақ қумай қойын да, бойға шықпай қойын. Маған бүйтіп жинап бере беріңдерші, мысалы үшін. Ал достар, сүйікті бөлмеме келдім. Мен күнде істеп атқанымды көріп ойлайтын шығарсыңдар. Еркебұлан қайдан мотивация алады, күнде істейді. Қайдан желание пайда болады бұған? Желание жоқ, шынымды айтайын. Желание вообще жоқ. Чипсы жеп, Мальдивада жатқым келіп тұр. Бірақ амал жоқ, істеу керек. Істеш керек, амал yok. Бұлайша айтқанда. 1 сағат жүгірем қазір. Музыкам қосып алам ана жерге. Сонымен бастаймын ғой, короче.
Достар, бүгін тренировкадан кейін қазақ братан, Қазақстаннан, Алматыдансыз братан? Алматыдан қазақ қырғыз бір тұрған братан екеуміз тренировкадан кейін келдік саунаға. Азыр массаж бүгін уже пятница, мощный спарринг болды да братан, а? Братан өзі Қазақстанда бокста қылып жүрген екен. Көп жылдан бері спортты таштап ем баштады, құда қаласа, иншалла. Моматты бір көрсіз керек та братан кулачкадан. Моматты бір қызметсіз керек. Көз алып отырады, иншалла. Мощный. 20 жастағы ағайымыз. Амин, 20 жас осылай болар. Жастар прикол ұстайды. Күлсен кәрге келді ғой. Күлсен кәрге. Казахский Вандом деген по прозвищу есіммен танымал болған бір бауырымыз бар. Бұрын 2-ақ мың подписчигі бар еді инстаграмда. Молодец, красавчик, қазір 15 мыңға таяп қалыпты подписчигі. Еңбек қой қаншама енді. Қолдан келген жасап жинап жатыр да. Инстаграмда подписчик жинау, просмотр жинау деген пиздец дүние ғой негізі қарайтын болсаң ше. Психологически ойланатын болсаң ше. Бұл бауырым бір рет отборға қатысып, сол кезде Қанат айтады ғой, аяқ саған неге көмектеседі дейді да. А менің Қанаттан кіммен төбелескенін көріп, рэпермен төбелескенін көріп күлдім да. Қанатамен о баста мен төбелескен кезде, мен клеткаға кірген кезде мен аураны бірінші рет сезіндім да ол кезде ше. Қаната қазір маған упор емес, мен көтін бір-ақ айырым, Қанатаның ше қазір ше. Қазіргі формада ше. Осы бауырымызға не беретін болсаңдар, бой беретін болсаңдар, бұл перед шоу жақсы жасайды. Бұл Қанатадан жақсы төбелеседі негізі. Бұл бауырымыз ше, бандам ше, Қазақстан. Кейбір далбандар ойлайды да, енді аяқпен жақсы шоу жасай саламын, или рингке кіріп тебе саламын, бүйте саламын, отборға барып сындыра саламын аяқпен деп ше. Жоқ инақ біледі, әкеңнің тасы біледі, аяқтың өзін қоясың ғой, сен қолды қойғандай қылып ше. Боксерлар ұрбатады ғой бүйтіп, лапаны ше. Сол сияқты аяқты қоясың сен, как положено, растяжкаңды ашасың, грушаны тебесің, ударын шығарасың аяқтың, чтобы соперникна чувствовать ету керек сен ударыңды. Ол деген аяқтың аурасы бөлек дүние ғой негізінде. Боксерлармен сен мысалға чисто қолмен төбелесіп жүрген адамды сен кадинмен қоюға болмайды оны. Ол қате болады. Анау аяқпен періп тастауы мүмкін да мысалға. Өйткені 2-1 болып қалады ғой. Анау қолмен, анада аяқ и қол болады да. Аяқ көтеріп жүргендерде мысалға таэквондист болсын біз сияқты ше. Біз де қолмен ұрамыз ғой. Чисто боксерлар сияқты ұрмасақ та біз де ұра аламыз ғой қолмен. Мұрынды бет қылатындай, бет аузынды көт қылатындай қылып ше. Түсіндіңдер ғой.